Саламатсыздар, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен жалпы present perfect және past simple'дың айырмашылығымен танысатын боламыз. Жалпы бірінші present perfect'ның формуласына тоқталайық. Ол бізде subject plus have, has, plus verb етістіктің үшінші формасы verb 3 немесе ed жалғау арқылы жасалынады. Жалпы present perfect дегеніміз не? Present perfect бұл бізде сіздің өміріңіздегі болған қандай да бір тәжірибені көрсетеді, және де жақында ғана болған іс-әрекетті көрсетеді, яғни қазіргі уақытпен байланысы бар іс-әрекет. Ендеше тірек сөздерге тоқталайық. Жасалу жолын көріп отырсыздар. Бірінші бастауыш have, has көмекші етістігі және де етістіктің үшінші формасы арқылы жасалынады. Егер дұрыс етістік болатын болса, ed жалғанады. Ендеше тірек сөздерге тоқталайық. Ол бізде already, just, yet, ever, never, so, recently, for, since сияқты осы сияқты тірек сөздермен жасалынады. Енді жалпы формуласына тоқталатын болсақ, мен бүгін сіздермен present perfect пен past simple'дың айырмашылығын таныстырып отырмын. Жалпы егер сіздерге толығырақ ақпарат керек болатын болса, бөлек-бөлек түсірілген видео бар. Менің каналыма өтіп, бөлек present perfect және past simple туралы толық түсірілген видеолар бар. Соны өтіп көре аласыздар. Ал қазірше жалғастырайық ары қарай. Мысалы, мен айттым, жақында болған іс-әрекетті көрсеткенде айтамын. Жалпы present perfect'та біз оқиғаның қай уақытта болған уақытын көрсетпейміз. Мысалы айтатын болсақ, I've eaten my breakfast. Яғни мен таңғасымды жеп болдым. Бірақ мен уақытын көрсетіп тұрған жоқпын. Бұл жерде нақты маңызды іс-әрекет болып тұр. Яғни менің таңғасымды жеп болғаным, уақыты маңызды болып тұрған жоқ, қашан болған. I've eaten my breakfast. Тағы да бір мысалға тоқталайық. Мысалы, she has lived here for 5 years. Яғни ол осында 5 жыл бойы тұрып жатыр. Бұл жерде мен қай уақыттан бастап тұрып жатқаны белгісіз, бірақ мен аралықты көрсетіп тұрмын. Яғни период дейді, аралық. Оның 5 жыл бойы осында тұрып жатқанын айтып тұрмын. Енді формулаға қарайтын болсаңыздар, мен және айттым сіздерге subject, яғни бастауыш, және have, және етістіктің үшінші формасы арқылы жасалып тұр. Сіздерге барлығы түсінікті болып жатыр деген ойдамын. Және де ары қарай келесі мысалға тоқталайық. I've never ridden a horse. Яғни мен ешқашан атқа отырған емеспін. Яғни бұл жерде жалпы менің өмірімде ешқашан атқа отырмағанымды айттым. I've never ridden a horse. Жаңа ғана айттым, мен present perfect жалпы өміріңіздегі болған қандай да бір оқиға, тәжірибені айтқан жағдайда қолданамыз, немесе жақында ғана бір болған іс-әрекетті айтамыз дедім. I've never ridden a horse. Яғни мен ешқашан атқа отырған емеспін, немесе атпен жүрген емеспін. Келесі мысал айтайық, ол кілтін жоғалтып алды. He has lost his keys. Яғни ол кілтін жоғалтып алды. Маңыздысы оның кілтін жоғалтып алғаны, бірақ біз оның қашан жоғалтқанын бұл жерде көрсетіп тұрған жоқпыз. Яғни ол белгісіз. Бұл жерде маңыздысы оның іс-әрекет оқиға болып тұр. Не болғаны, яғни оның кілтті жоғалтып алғаны маңызды болып тұр. Келесі сұраққа тоқталайық. Мысалы, сұрақ қоятын болсақ, сен өміріңде Нью-Йоркқа бардың ба? Have you ever visited New York?
яғни сен Нью-Йоркқа бардың ба? Have you ever visited New York? Егер сіз барған болсаңыз, сіз айтасыз yes, I have. Яғни мен бұл жерде оқиғаның қашан болғаны белгісіз. Мен жалпы сен өміріңде Нью-Йоркта болдың ба деп сұраппын. Яғни Нью-Йоркқа бардың ба? Have you ever visited New York? Yes, I have. Егер мен бармаған болса, мен айтам no, I haven't. No, I haven't. Енді жалпы егер сіз ары қарай нақты мәліметтерді сұрайтын болсаңыз, мысалы детальдар дейді, нақты мәліметтерді сұрағыңыз келсе, Нью-Йоркқа қашан бардыңыз, кіммен бардыңыз, немен бардыңыз, қалай бардыңыз, бұндай нақты детальдарды біз past simple'да қоятын боламыз. Past simple дегеніміз өткен шақтағы болған іс-әрекет және де ол аяқталған іс-әрекет. Және де ол іс-әрекеттің қашан нақты болғанын біз білеміз. Себебі past simple'да біз нақты уақыттарды көрсетеміз. Формуласына тоқталатын болсақ, ол бізде subject plus verb to, яғни етістіктің екінші формасы, немесе ed жалғанады, яғни егер бұл дұрыс етістік болатын болса ed, бұрыс етістік болса етістіктің екінші формасымен жасалады. Бұл жерде тірек сөздерге келетін болса, яғни уақытты білдіретін сөздер, мысалға келетін болса yesterday, мысалы кеше, немесе өткен аптада, last week, немесе өткен жылы дейік, last year, немесе 2015 жылы дейік, in 2015, тағы да қандай бар, мысалы кеше түнде, немесе кеше кешке, last night, ago деген бар сөз, жалпы бұрын деген мағынаны береді. Осындай уақытты білдіретін сөздермен қолданылады. Ендеше мысалға келіп тоқталайық. Дәл осы present perfect'тағы мысалдарда мен сіздерге өткен шақта қалай жасалатынын көрсететін боламын, жалпы айырмашылығын түсіну үшін. Ендеше мысалы бірде тұр I've eaten my breakfast. Мен таң асымды жеп болдым, бірақ біз нақты білмейміз қашан екен. Ендеше past simple'да айтамыз I ate my breakfast. Ate дегеніміз етістіктің, eat жеу етістігінің екінші формасы. Бұрыс етістік сондықтан өзгереді. I ate my breakfast. At 9 a.m. деп мысалы, мен таңғасымды таңғы сағат 9-да жеп болдым. Жалпы көріп тұрсаңыздар, бұл жерде мен уақытты сағат нешеде таңғасымды жегенімді көрсетіп тұрмын. Келесі мысалға тоқталайық. She has lived here for 5 years. Ол 5 жыл бойы осында тұрып жатыр деген. Ендеше өткен шақта қалай болады? She lived here for 5 years. Яғни ол осында 5 жыл бойы тұрды дейік. Years, but she moved 2 months ago. She lived here for 5 years, but she moved 2 months ago. Яғни ол осында 5 жыл бойы тұрды, бірақ 2 ай бұрын ол көшіп кетті. Ago көріп тұрсаңыздар, 2 ай бұрын. Уақыт ол, яғни бұрын тұрған, 2 ай бұрын тұрған, қазір бұл жерде тұрмайды. Іс-әрекет өткен шақта аяқталды, бітті. Келесі мысал, мысалы, I've never ridden a horse, яғни мен өмірімде ешқашан атқа отырған емеспін. Өткен жаққа қойсақ, мен уже уақытты көрсетем бұл жерде, мысалы, I never rode a horse. I never rode a horse when I was a child. When I was a child дейік. Яғни мен кішкентай бала болған кезімде мен ешқашан атқа отырған емеспін. Яғни уақыт көрсетіп тұрмын, қашан мен кішкентай бала болған кезде. I never rode a horse when I was a child. Келесі мысал, he has lost his keys, яғни ол кілтін
жоғалтып алды. Егер өткен шаққа қойсам, мен нақты уақытын беремін. Мысалы, he lost his keys, яғни ол кілтін yesterday дейік, ол кілтін кеше жоғалтып алды. He lost his keys yesterday, ол кеше кілтін жоғалтып алды. Енді сұраққа қойып, have you ever visited New York? Сен өміріңде жалпы Нью-Йоркқа бардың ба? Өткен шақта қалай болады? Мысал айтақ, өткен жылы сен Нью-Йоркқа бардың ба? Did you visit New York? Did you visit New York last year? Өткен жылы сен Нью-Йоркқа бардың ба? Яғни сіз айтасыз, мен барда емес дейік. Ал егер бармасаңыз, no, I didn't. No, I didn't. Жалпы present perfect пен past simple'дың айырмашылығы осылай жасалады. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Жалпы жаңа видеоның басында айтып кеттім. Егер сіздерге толығырақ present perfect немесе past simple жөнінде мәлімет керек болатын болса, менің каналымда әрқайсына жеке-жеке түсірілген видео бар. Сол видеоға өтіп көрсеңіздер болады. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Ендеше сау болыңыздар.